Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Кәрімбер Нарбек Әзімұлы. Бүгін мен нәрестенің жынысы ұл болып туылуы, не болмаса қыз болып туылуы кімге байланысты екенін айтатын боламыз. Яғни ол анасына байланысты ма, не болмаса әкесіне байланысты ма? Видеомызды бастамастан бұрын каналға тіркеліп лайк басайық. Және де видеоның соңында мен қызықты бір ақпаратпен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарайық. Каналға тіркеліп лайк бастық па? Ендеше кеттік. Жалпы тіршілік иелерінің барлығы, ол жан-жануар болсын, адам болсын, олардың негізгі құрылымдық өлшем бірлігі, яғни ең кіші өлшем бірлігі бұл бізде жасша болып табылады. Мектептерде мүмкін өткен боларсыздар, оқыған боларсыздар. Яғни жасшалар бірігіп олар өзара тін құрайды. Және де тіннен бізде ағза пайда болады. Және де ағзалардың барлығы бірігу салдарынан, яғни өкпе, бауыр деген секілді біздің белгілі бір тіршілік иесі пайда болады. Және де осы тіршілік иелерінің белгілі бір түр сипаты пайда болады. Мысалы, мен шашым қара, көзімнің түсі қоңыршыл қара деген секілді өзіне тән белгілері болады. Бұл белгілерді бізде ген алып жүреді. Ол ген дегеніміз белгілі бір организмдердің өзіне тән белгілі бір сипаты деген мағына, бір сөзбен айтқанда. Енді ол гендер қайда орналасады? Ол гендер бізде хромосомада орналасады. Жасушаның ішінде қандай да бір құрылым бар, оның аты хромосома деп аталады. Және де олар біздің ақпараттық гендерімізді, яғни түр сипатымызды тасымалдауға қатысады. Жалпы адам организмінде 46 хромосома бар. Жазып қойып, мұнда 46 хромосома деп, 46 хромосома. Және де оның 44-і біздің денемізге жауап береді. Яғни жоғарыда атап өткен шашымыздың түсі, мұрнымыздың үлкендігі деген секілді. Және де екеуі бұл бізде жыныс хромосомасы. Яғни ол нәресте ұл болуы, не болмаса қыз болып туылуына әсер етеді. Және де бұл хромосома әйел адамдарда XX болады, ал ер адамдарда XY болып келеді. Және де бұлар нәрестенің жынысын анықтау үшін олар екі жақтан да алу керек. Яғни жыныстық қосылу кездерінде бұлар тең жартысынан екіге бөлінеді. Яғни әкесі мұнда XX, ал мұнда XY. Анасы және де әкесі. Анасынан 23 хромосома алады, әкесінен 23 хромосома алады. Және де бұның 22-сі денеге жауап береді, және бірі бұл жынысқа жауап беретін болады. Және де әкесінен де дәл солай хромосомалар алады. Яғни 22 денеге, біреуі жынысқа. Енді әйел адамда XX, еркек адамда XY. Әйел адам қайсысын беретін болса да, мына екеуінің қайсысын беретін болса да, онда ол X береді. Яғни екеуі де X. Ал ер адам егер де X хромосомасын беретін болса, онда нәресте қыз болады, ал ер адам Y хромосомасын беретін болатын болса, онда ол XY, ер нәресте дүниеге келетін болады. Ал қалған мына 22-22-сі бұлар біздің түр сипатымызға жауап беретін болады. Яғни терісінің түсі қара немесе сары, шашының түсі қоңыр деген секілді. Және де қазіргі таңда нәрестені уақытынан бұрын, яғни пайда болмай жатып, әлі әйел адам жүкті болмай жатып, нәрестені жынысын анықтау дегендер шыққан. Бірақ та мен бұны толығымен жоққа шығарамын. Себебі олар әйел адамдарда 28 күн ішінде тек бір күні ғана олар бала көтеруге организмі бейім болып келеді. Яғни әйел адам бір күн ғана ол нәрестені көтере алады. Яғни 28 күн ішінде бір күні. Ал ер адам, олар бір-біріне қосылатын кезде, ер адамнан 40 миллионға жуық сперматозоидтар бөлінеді. Және де ол сперматозоидтардың қайсысы X, қайсысы Y екенін білу ол мүмкін емес. Яғни X хромосомы барып аналық жасушамен қосыла ма, Y хромосомы барып аналық жасушамен қосыла ма деген оны анықтау мүмкін емес. Сондықтан мен бұны жоққа шығарамын. Және де сонымен қоса қазіргі таңда нумерологиялық дегендер бар. Нумерологиямен, яғни осындай күні қосылатын болса, онда ол сіздерде ер бала немесе қыз бала пайда болады деп нақты айтады. Бірақ бұны да мен жоққа шығарғым келеді. Себебі олар нумерология сандары арқылы, менструациялық цикл арқылы овуляция күнін анықтап алады. Овуляция дегеніміз әйел адамның жаңа жоғарыда атап өткен көтеруге бейім тек бір күні. Соны белгілейді. Және де егер осы күні жүкті болатын болса, онда ол ер болу, не болмаса қыз болу, ол тек бір аллаға байланысты пайда болады. Яғни 40 миллион қайсысы бар қосылатыны ол нумерологтар айта алмайды. Ол босқа қалтадан кеткен ақша болып табылады.
Осымен біздің видеомыз соңына жетті. Егер видеомыз сізге пайдалы болған болса, не болмаса ұнаған болса, онда каналға тіркелейік, лайк басайық, және де достарымызбен, не болмаса жұбайларымызбен бөлісіп қояйық. Қош сау болыңыздар.